Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге жас зерттеуші бағдарламасы. Бүгін біз бағдарламамызда зертханада ең керемет вожатыйдың қасиеттерін зерттеп анықтайтын боламыз. Олай болса, кеттік. Міне қасиеттер, міне вожатый. Ең алғашқы қасиет бізде көмекші. Көмекші ол біреуге қол ұшын созу, көмектесу. Ендеше оны қолына жабыстырайық. Yes. Well, looky here, Ол қандай керемет қасиет ақпаратшы. Ақпаратшы вожатый бізде мектебімізде ең керемет ақпараттарды, ең маңызды ақпараттарды жеткізуші болып табылады. Сондықтан оны аузына жабыстырайық. yes. Well, looky here. Ең қасиетті қасиет ол мейірімділік. Сондықтан оны жүрекке жабыстырайық. Yes. Well, looky here. Нағыз вожатый ол барлық мәселені ақылмен ойлап шешуге міндетті. Сондықтан қажетті қасиеттердің бірі ақылды. Сондықтан оны басына жабыстырайық. Yes. Well, looky here. What do we have? Another pretty. Басты кезекте вожатый ол ең жақсы дос. Ал достар үнемі жанында болады. Әрбір вожатый керемет спортшы. Yes. Болған жас зерттеуші бағдарламасы вожатый 2021 шығарылымы. Сау болыңыздар. Номер 15 орта мектебінің сұлу да сүйкімді тәлімгері Индира Бердіхановнамен жұмыс жасау әрбір оқушыға қызықты екеніне сенемін. Себебі Индира Бердіхановна әрдайым көмекке дайын, оқушыларды түсіне білетін, оқушылармен іс-шараларды жоғарғы деңгейде өткізе білетін, жауапкершілігі мол тәлімгер. Маған Индира Бердіхановнамен жұмыс жасау өте қызықты және өте қатты ұнайды. Себебі жұмыс жасау барысында керемет идеялармен қызықтырып, бөлісіп, оқушыларды әрдайым қолдауға дайын. Мектебіміздің балалар ісін ұйымдастырушысы Индира Бердіхановнамен жұмыс жасаған біз үшін үлкен құрметке лайық болды және де өте оңай болды. Себебі осы уақытқа дейін Индира апайдың көмегімен біз Жасұлан ұйымы үлкен жетістіктерге жеттік. Сізге үлкен алғыс.